Сәлем оқушым, бұл саған арналған тегін сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы векторларға амалдар қолдану. Сен дайын болсаң, кеттік сабағымызды бастайық. Ең алдыменен біздер сабақты бастамас бұрын жақсылап конспекті жазатын, формула жазатын дәптерімізді дайындап алайық. Сол жерге өзіңізге қалай ыңғайлы сабақты толық тыңдап алып жазасыз ба, жоқ арасында осылай стопқа қойып скрин жасап солай жазасыз ба, өзіңіз білесіз. Ал енді сабағымызды бастайық. Қараңыздар, бірінші біздегі үйренетін бірінші формуламыз келесі. Жазықтықтағы тік бұрышты координаттар жүйесінде А және Б нүктелерінің арақашықтығын табу формуласы мына бірінші формуламен есептеледі. А және Б нүктелерінің координаталары беріліп қойған, е? Ал енді бізде жазықтықта емес, егер ол бізде кеңістікте болса, қалай болатын еді? Дәл осы формула, бірақ жай ғана бұл жерде z координатасы қосылады, екінші формула. А және Б векторларының координаталары сәйкесінше x1, y1, z1 болсын, а Б-ның координаталары x2, y2, z2 болсын. Нүктелердің арақашықтығын анықтау формуласы келесідей болады екен. Ендеше мына мысалға қараңыздар. А және Б векторлары берілген екен, олардың координаталары берілген, екі нүктенің арақашықтығын табыңыз дейді. Енді мұндағы А нүктесіне қарасақ, оның координаталарын x1, y1, z1 деп белгілеп қойып, ал екіншісі y2, z2, x2, y2, z2 деп белгілеп қоямыз. x1-іміз сонда бізде 6-ға тең болды да, x2-іміз 8-ге тең болды. Ал мұнда y1-іміз бізде 7-ге тең болды да, y2-іміз бізде 2-ге тең болды. Ал z1-іміз бізде 8 болды, z2-іміз 6 болды. Енді мына формулаға әкеп қоямыз. Енді балалар, арақашықтық мына жерде бізде қалып кеткен модульмен белгілейміз. Модульмен белгілеу АБ векторларын, АБ-ның арақашықтығы, екі нүктенің арақашықтығы бізде вектормен белгіленеді. Вектор деген, вектормен деп модульмен белгіленеді. Ол осы екі нүктенің арақашықтығы деген мағынаны білдіреді. Модуль ол бізде арақашықтық. Түсінікті ғой? АБ тең, енді мұнда алып келіп қоямыз. x2-ден x1-ді азайт дейді. 8-ден азайтамыз 6-на. Осыны квадратта дейді. Қос y2-ден y1-ді азайтамыз. 2 азайтылған 7 квадраты қосылған, z2-ден z1-ді азайтамыз. 6 азайтылған 8-дің квадраты. Осыларды квадраттап қосамыз. Сол кезде бізде берілген нүктенің арақашықтығы шығады екен. Мында -2 шығады. -2-ның квадраты қосылған, мұнда -5 шығады, -5-дің квадраты қосылған, тағы да -2-ның квадраты. Есептейміз. Кез келген санның оң сан болса да, теріс сан болса да, жұп дәреже болса, ол әрқашан оң сан. -2-ның квадраты 4-ті береді, -5-дің квадраты 25-ті береді, -2-ның квадраты 4-ті береді. Есептесек, түбір астында 33 болады екен. Міне, АБ нүктесінің арақашықтығы 33 болды, балалар, белгілеп қояйық. Бұл мысал сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі есебімізге көшейік. А және Б векторлары, мұнда бізде жазықтықта берілген, ал егерде кеңістікте берілсе, x1, y1, z1 деп белгіленетін еді, және x2, y2, z2 деп белгіленетін еді. Енді олардың арақашықтығын анықтау үшін кеңістікте берілсе, мына формула жай ғана алып келіп тура осылай z-ті өздеріңіз қоса саласыздар. Енді мысалға қараңыздар. А және Б нүктелері берілген екен, координатаның бас нүктесі 0, 0, 0 болса дейді, АБ кесіндісінің осы О деген нүктеден АБ кесіндісінің ортасына дейінгі қашықтық тап дейді. Давайте енді былай алайық. АБ кесіндісінің ортасын С деп алайық. АБ кесіндісінің ортасы С деген нүкте болсын. С ол АБ ортасы болсын. Ортасы. Енді x-ны табу үшін біз мына формуланы қолданамыз. x дегеніміз мына А нүктесінің координаталарымен Б нүктесін қосып 2-ге бөл деген сөз. Мысалға, x-ны табу үшін x-ға x-б-ны қосып 2-ге бөл дейді. Дәл осылай y-сы z-сын табастар. А қосылған y б бөлу 2, z-сыны да дәл солай табастар. x-сы қосылған y, z-сы қосылған z, а қосылған z, б бөлінген 2 деген сөз. Ал осы формулаға алып келемізді x-сы бірінші, мынау одан АБ-ға дейін қашықтап деп тұр ғой. Бірінші АБ-ның ортасына дейін қашықтап тұр. АБ-ның ортасы ол бізде С болсын. Так, сыны тауып алайық бірінші балалар. Қараңыздар. x-аға қосамыз x-б-на. x-амыз бізде 1 болып тұр. x-б-міз -1 болып тұр.
1 қосылған минус 1 бөлу 2. Ол бізде 0 болады екен. Y сыны табайық. Оған Y аға қосамыз Y бұны. Минус 1-ге қосамыз 0-ді бөлеміз 2-ге. Минус 0,5. Z сыны табайық. Z аға қосамыз Z бұны. Так, 6-ға қосамыз 2-ні бөлеміз 2-ге. Так, 4 болады. Міне, сының координаталарын тауып алдыңыздар. Сыны жазып алайық. Ол бізде 0, минус 0,5 және 4. Енді одан осы нүктеге дейін қашықтықты сұрап тұр ғой, осыны сұрап тұр. Осыны табу үшін не істейміз? Мына с-дан 10 азайтып, қашықтықты табу формуласына арттағы формулаға қоямыз. 10 нүктесігі 0. 0, 0, 0 болған кезде мынаның просто өзін квадраттап қоя сал деген сөз. 0-дің квадратына қосамыз минус 0,5-дің квадратын, қосамыз 4-дің квадратын. Тең болады, сонда түбір астында 16-да 25. Арқарай мына жерден түбірден шығатын болса, есептеп аласыздар, е? Так, келесі. Енді А нүктесінің координаталары бізде мұндағы I, J, К деген векторлармен берілсе, А нүктесінің ұзындығы осындағы X-тің квадраты, Y-тің квадраты, Z-тің квадраты деген мынау біздегі бүгінгі 4-ші формуламен есептелінеді. Қазір алдағы уақытта осыған байланысты есептерді шығарамыз. Мына формуланы жазып алыңыз. Так, ендігі келесі есебіміз бізде А және Б векторларының скаляр көбейтіндісі, мына жерге көбейтіндісі деп жазып қойыпты. Так, А және Б векторларының скаляр көбейтіндісі келесі формуламен өлшенеді екен. Енді сіздерге түсінікті болу үшін осылардың скаляр көбейтіндісін тауып көрейік. Қараңыз, скаляр көбейтіндінің арасындағы бұрыш берілсе, мына бірінші формуламен есептейсіз. Допустим, А және Б векторлары беріліп қояды, сіздерге арасындағы бұрышты берсе бірінші формула. Егер де бұрыш берілмей қалса, просто А және Б векторлары, мына мысал сияқты А және Б векторларының өзі берілетін болса, мына екінші формуланы қолданасыз. Скаляр көбейтіндіні қалай есептейміз деп тұр. Қалай есептейді екенбіз? Қараңыз, x1-ге x2-ні көбейт дейді. x1-іміз 5, x2-іміз бізде 1 болып тұр. 5 көбейту 1. Енді y1-ге y2-ні көбейт деп тұр. y1-іміз минус 2, және қос деп тұр, минус 2-ні көбейт 2-ге дейді. Жақсы. Келесі z1-ге z2-ні көбейт деп тұр. z1-іміз минус 3, z2-іміз 5. Минус 3 көбейту 5. Осыны теңестір деп тұр. 5, мұнда болады минус 4, мұнда минус 15. 5, минус 4, және минус 15. Скаляр көбейтіндісі бізде минус 16-ға тең екен. Бұл формулада сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі формуламызға көшейік. Енді келесі не дейді? А және Б векторларының арасындағы бұрыштың косинусын есептеу үшін олардың скаляр көбейтіндісін әрқайсының ұзындықтарының көбейтіндісіне көбейт дейді, бөл дейді. Ал енді егерде скаляр көбейтіндінің формуласы мынау, егерде мына формулалармен ашып жазатын болсам, осыған тең болады. Бұл формула сіздерге түсінікті болса, давайте бірден түсініп алу үшін мысал қарастырайық. А және Б векторларының арасындағы бұрыш тап дейді. Енді қараңыздар, мына формулаға салып көрейік. Бірінші формула немесе мынаған салып бірден жазсаңыз болады. Қараңыз, x1-іміз бізде А нүктесінің координаталар x1, y1, z1 болса, Б нүктесінікі x2, y2, z2. Алып келікті мына формулаға қояйық. Қараңыз, x1-ді x2-ге көбейтейді. Минус 2-ні минус 1-ге көбейтем. Минус 2 көбейту минус 1. Қосылған y1-ді y2-ге көбейтейді. 0-ді көбейтемін 1-ге. 0 көбейту 1. Қосылған z1-ді z2-ге көбейтейді. 2-ні 0-ге көбейтем. 2 көбейту 0. Түбірдің астына ал дейді. Бөлшектің x1-дің квадрат, y1-дің квадрат, z1-дің квадратын қос дейді. x1-іміз минус 2. Минус 2-ның квадраты қосылған 0-дің квадраты қосылған. Мынаның ішінде тұрғандарды квадратта қос деп тұр ғой. 2-ның квадраты көбейт дейді. Келесін дәл осылай. Минус 1-дің квадраты көбейтілген 1-дің квадраты қосылған және 0-дің квадраты.
осыны есептеді, косинус таба сал дейді. Давайте кеттік. Минус 2, мына жерде 2 болады, мына жерде 0 болады, мына жерде 0. Мына жақта сонда 2 қосу 0 қосу 0, 2 шықты. Мына жақта не шығады екен? Минус 2-ның квадраты 4, қосылған 0, 4. Сонда минус 2-ның квадраты 4 қосу 4, ол 8 ғой, түбірасында 8 деп жаза тұрайық. Көбейтілген, мына жақта көбейтетін болсақ, 1 қосу 1, түбірасында 2 болады. Сонда қараңыздар, 2 бөлінген, түбірас 8-ге түбірасты 2-ні көбейтсек, түбірасты 16, түбірасты 16-дан 4 шығады, қысқаратта 2-ден 1 болады. Енді біз әлі есебімізді аяқтаған жоқпыз. Оның арасындағы бізге нені сұрап тұр? Мына сұраққа жауап берейік. Қараңыздар, бізде бұрышты сұрап тұр балалар, бұрышты. Так, сонда косинус А мен Б-ның арасындағы бұрыш 2-ден 1 болды. Косинус қанша градуста 2-ден 1 деген сұраққа жауап беретін болсам, ол бізде 60 градуста 2-ден 1. Сонда бұл есептің жауабы 60 градус болады екен. Бұл есеп балалар түсінікті ме? Мына формуланы дәл қазір жазып аламыз. Ал енді А және Б векторларының перпендикуляр болу шарты қандай екен? А және Б векторларының перпендикуляр болу шарты келесідей екен. Ол бізде А және Б векторларының скаляр көбейтіндісі 0-ге тең. Ал енді мына скаляр көбейтіндіні ашып жазатын болсақ, мынаған тең. Енді келесі ұбт есебі мына жақта мысалда көрсетіп тұрған, соны қарайық. А векторлары осы болса, Б векторы осыған тең болса, перпендикуляр қандай жағдайда болады дейді. Ал енді мына формулаға келіп қояйық. x1 тең қаншақ екен? Бірінші x1 дегеніміз мынау, y1 және z1. А векторының координаталары мына жерде. Так, Б векторының x2, y2, z2. x1-іміз бізде 3-ке теңді, ал x2-іміз қаншаға тең екен? 4-ке тең екен. Жақсы. y1-іміз бізде m плюс 2 екен, ал y2-іміз 1 екен. z1-іміз 1 екен, z2-іміз m екен. Осыларды көбейтіп жазып, қосындысын 0-ге теңестіру арқылы m тауып алсақ, онда бізде ол перпендикуляр болады, m-ді тапсақ. Қандай жағдайда m-нің қандай мәнде перпендикуляр болады деп тұр ғой. Ал енді x1 мен x2-ні көбейтейік. 3 көбейту 4. Қосылған y1 мен y2-ні көбейтейді. m қосылған 2 көбейту 1. Қосылған z1 мен z2-ні көбейтейді. 1 көбейту m. Осы 0-ге тең болады. Енді осыны есептейік. 12 қосылған m плюс 2 өзі ашылады. 1 көбейтілгенде қосылған m тең 0. Енді обычный теңдеу шығарамыз. m мен m-ді қосып жібереміз 2m. Мына екеуінің қосындысы 14 болады. Теңдіктің келесі бөлігіне минус 14 болады. m табамыз. Минус 14-ті 2-ге бөліп жіберсек, минус 7 болады екен балалар. Бұл есепте сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі есепті қарастырайық. Келесі, А және Б векторларының коллинеар болу шарты қандай екен? Коллинеар болу шарты дегеніміз А және Б векторларының әрқайсысының координаталарының қатынасы бірдей бір санға тең болу керек. Допустим, x1-дің x2-ге қатынасы, y1-дің y2-ге, z1-дің z2-ге қатынасы тең болса, онда бұлар коллинеар болады. Ендеше А векторының координатасын x1, y1, z1 деп белгілеп қойсақ, мұндағы x2, y2, z2-ні табайық дейді. m және n қандай мәнінде А және Б векторлар коллинеар болады? Коллинеарлық шарт дегеніміз қатынастары тең деген сөз. x1-дің x2-ге қатынасы тең болсын, y1-дің y2-ге қатынасы тең болсын, z1-дің z2-ге қатынасы дейді. Давайте бірінші мына теңдікті алып, m-ді тауып алайық. 1-дің 3-ке қатынасы тең болады m-нің 6-ға қатынасына. Енді пропорциямен былай шығара салсақ болады. 3m тең 6-ға деп. m тең қаншаға сонда? 2-ге. Енді мына теңдікті алсақ болады. m-міз 2-ке тең болды ғой. 2-нің 6-ға қатынасы тең болады 3-тің n-ге қатынасына. Мына екеуін қысқартып тастасақ 3 болады. Мынаны көбейтсек n тең 9-ға болады. Міне m тең 2, m 2-де 9 шығады екен балалар. Келесі. Енді балалар, мен сіздерге мына арттағылардың барлығында жай ғана векторларға берілген есептердің формулаларын көрсеттім. Қараңыз, формулаларын көрсеттім. Енді чисто осы формулаларды қолданып есептер шығаратын боламыз. Кеттік. Так, не дейді бізде? А және Б векторлары
2 мен 1 болса дейді, А және В нүктелері берілген, X те 2, 3 те Y, X пен Y тап деп тұр. Бұның ұзындығы беріп қойған екен. Енді оны қалай тапсақ болады? А және Б векторларын өзін табу үшін жалпы балалар мына формуланы қолданамыз. Мынау Б ғой, мынау А. Мына нүктенің координатасынан мынаны азайтамыз. X В-дан азайтамыз X А-ны, және Y Б-дан азайтамыз Y А-ны. Енді ол біріншісі 2 болып тұр. XV азайтылған XA тең 2 болып тұр. YB азайтылған YA 1 болып тұр. Сонда 3 азайтылған XA, мынау X дегеніміз 2-ке тең болып тұр. 3-тен қандай санды азайтсақ 2? 1-ді, демек XA-мыз 1 екен. Мына нүктеміздің орнында 1 деген сан тұру керек екен. Енді келесі YB-дан азайтамыз, YB-мыз өз Y болып тұр ғой, азайтамыз 2-ні, сонда 1-ге тең болып тұр. 1. YB дегеніміз 3. Міне 3. Мынау 3-ке тең екен. Все, таптық. А Б нүктесіндегі X, Y-ті таптық. Олар 1 мен 3 екен. Так, А және Б векторларының арасындағы бұрыш 60 градус. А нүктесінің координатасы белгіленіп қойған, Б нүктесінің ұзындығы берілген, мына модульде деген сөз, оның ұзындығы деген сөз. Онда векторлардың скаляр көбейтіндісін тап дейді. Енді скаляр көбейтіндінің именно бұрышқа байланысты формуласы мынау. А көбейтілген Б скаляр көбейтінді, оның әр қайсысының жеке-жеке ұзындығын олардың арасындағы бұрыштың косинусына көбейт дейді. Мына бұрышымыз бізде балалар 60 градус болып тұр. Міне Б деген белгіленіп қойған. Енді Аны табу керек. А дегеніміз ол X квадраты қосылған Y-тің квадраты қосылған Z-тің квадраты формуласымен өлшенеді. Тең X-іміз бізде 2 болып тұр. 2-нің квадраты. Мына жақта беріліп тұрғандарды квадраттап қосамыз. 2-нің квадраты қосылған минус 1-дің квадраты. 4, 4, 9, е? 8, 9 болады. Түбір астында 9-дан 3 шығады. Міне тауып алдық. Енді алып кеп формулаға қоя саламыз. Қараңыз, А дегеніміз бізде 3 болды. Б-ның ұзындығы беріліп қойған 6 болды. 60 градус болды. Сонда жазамыз. 3 көбейту 6 көбейту косинус 60 градус. Косинус 60 градуста 2-ден 1-ге тең. Сонда 18 көбейтілген 2-ден 1 тең 9 болады екен. Міне бұл есепті де шығардық. Келесі есебімізге көшейік. Және ал енді кеттік. Егер А және Б векторлары белгілі болса, онда минус 9А мен Б бөлінген 9 векторлардың арасындағы бұрыш тап дейді. Ал енді бұны қалай табамыз? Есептейік. Қарақшы, минус 9А және келесі Б бөлінген 9 дейді. Осының арасындағы бұрышты табу формуласы үшін косинусының мына формуласын қолданамыз. Қараңыз, косинус А және Б векторларының арасындағы бұрыш бізде қандай еді? Оның скаляр көбейтіндісін оның ұзындығына бөл деген сөз еді. Енді бізде А мен Б-ның орны кішкене ғана өзгертіліп берілген. Мына екеуінің арасындағы бұрышты қиындатып жазып отырмас үшін просто бір фи деп бұрыш ала салайын. А және Б векторлар, А векторы минус 9А векторы болса, Б векторы Б бөлу 9. Ал енді ұзындықтары солге жазылады. Ұзындық жазылған кезде балалар, мынау минус 9-да модульге алынады. Модульден не шығады? Плюс шығады. Модульден плюс деген белгі шығады, яғни оң сан болып шығады. Мына екеуін қысқартып жіберсек минусы қалады. Минус А көбейту Б-ның скаляр көбейтіндісі бөлінген, мында мән беріңіз, модульден минус 9-дан 9 шығады, 9А деп өзін жазам, мында Б бөлу 9 деп жазам. Мына екеуі қысқарып кетеді. Сонда мынау бізде өзгертіліп, мынандай формула болды. Болды. Алып келеміз, нәқін қоямыз. Скаляр көбейтіндіні табу формуласы қандай еді? Скаляр көбейтіндіні табу формуласы мен жаңа көрсеткен. А және Б векторларының скаляр көбейтіндісі X1 мен X2-ні көбейт, Y1 мен Y2-ні көбейт, Z1 мен Z2-ні көбейт деген сөз. X1 бізде 2 болып тұр, Y1 1 болып тұр, Z1. Мұнан белгілеп қоямыз. X2, Y2, Z2.
Сонда кеттік. X бірім 2 көбейту 5, қосылған 1 көбейту минус 1, қосылған минус 2 көбейту 1. Так, 10 минус 1 минус 2. Сонда 7 болды. Мынау 7 болды, бірақ алдында минус тұр. Соны ұмытып кетпейміз, минус 7 деп жазам. Енді олардың ұзындықтарын тап дейді. Аның ұзындығын табу үшін именно аның берілген координаттарын қосамыз. Квадраттап 2-нің квадраты қосылған 1-дің квадраты қосылған минус 2-нің квадраты. Так, мында 4 қосу 1, ойдарда 9 шығады, одан 3 шығады. Мына жақ 3, мына бұны табайық. 5-дің квадраты қосылған 1-дің квадраты, минус 1-дің квадраты қосылған 1-дің квадраты. 25, 27. 27-тен 9 көбейту 3 түбірасты 3 шығады. Сонда минус 7 бөлінген 9 түбірасты 3 болды. Бұрышты таптық, осыған тең. Егер де балалар, просто бізде бұрышты тап деген, бұрыш дегеніміз ол косинусын таптық. Енді фидің өзін тап десе, бұлай жасауға болады. Алдында минус беріледі ғой. Сонда пи минус ар косинус 7 бөлінген 9 түбірасында 3 деп қалады бұл есеп. Көрдіңіздер ма? Кеттік енді. Так, келесі есебіміз m және n берілген екен, онда m минус n-нің ұзындығын тап дейді. Оның ұзындығын қалай табамыз? m минус n-нің ұзындығын табу үшін ұзындық деген сөздің мағынасы қандай? Ұзындық деген оның модульдегі белгісі. Енді осындай азайтынды беріледі ғой, оны былай анықтаймыз балалар. Ол m-нің квадраты қосылған n-нің квадраты минус 2m n векторлары. Мыналар ұзындықтары, мынау скаляр көбейтіндісі. Енді m векторының координатасы бұлай жазылады. Мынаның алдындағы нүктелер. I-дің алдында минус 2 берілген, J-дің алдында 3 берілген. N-дікі 3-те 5. Олардың ұзындықтары. M-нің ұзындығы қалай анықталады? Мына екеуін квадраттап қосқанға тең түбірасына. Минус 2-нің квадраты 4, мынанікі 3-дікі 9, түбірасында 13. Ал N-дікі 9 қосылған 25, 9-ға 25 тоқсам, түбірасында 34. Енді олардың скаляр көбейтіндісі дегеніміз не еді? Скаляр көбейтіндісі мыналардың көбейт деген сөз. Минус 2-ні 3-ке көбейтіп, қосамыз, мына екеуін 1 көбейтіп аламыз, сосын мына екеуін 3-ті көбейтеміз 5-ке. Минус 2-ке 3-ті көбейтсек, минус 6 қосылған 15 тең 9 болады. Алып келіп мына жаққа қоямыз. 13 қосылған 34, өйткені квадраттаған кезде түбілер кетіп қалады. Минус 18, 2 көбейтілген 9, 18 ғой. Так, сонда бізде 29 шығады екен. Міне, осылай анықталады екен. Так, келесі есебіміз. А және Б векторлардың қосындысы. Қарашы, просто бізге мына формуланы еске түсіру керек, қысқаша көбейтудек. А квадрат қосылған Б квадрат қосылған 2АБ ғой. Дәл осылай болады да, просто модульде былай беріледі бұл. А-ның модульдің квадраты қосылған Б модульдің квадраты қосылған 2А мен Б-ның скаляр көбейтіндісі. Енді А векторының координаталарын жазып аламыз. Қараңыз. А векторының координаталар IJ 2 және J дегеніміз минус 5. Алдында тұрғандар. Б минус 3-те 1. 3-те 1. Енді А векторының ұзындығы 2-нің квадратына минус 5-дің квадратын қос деген сөз. 4 қосылған 25. Түбірасты 29. Б векторының координатасы 3-дің квадратына 1-дің квадратын қос деген сөз. 9 қосу 1. Түбірастында 10. Енді олардың скаляр көбейтісін қалай табамыз? А көбейту Б. Ол x1-ге x2-ні көбейтіп, y1-ге y2-ні көбейтіндісінің қосындысына тең. Мынау x1, мынау x2, мынау y1, мынау y2. Так, 2-ні минус 3-ке көбейтеміз. Қосылған минус 5-ті 1-ге көбейтеміз. Так, мында минус 6, минус 5, минус 11 болады. Все. Мына жердегінің бәрін таптық, алып келеміз да орнына қоямыз.
Қараңыз, аның модулі түбір асты 29, түбір асты 29-ды квадратта деп тұр. Түбір кетіп қалады. Мына жер түбір асты 10-ның квадрат азайтылған. Не үшін азайтылған деп жаздым? Себебі мынаның алды -1, -11. Бәрібір мына плюс пен минус болып кетеді. 2 көбейту 11 деп жаздым. 29 қосу мынау кетіп қалады. 29-ға 10 39, 39-дан 22-ні азайтамын. Мына жер 22 болады, 17 болады екен. Міне. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі есебіміз. N-нің қандай мәнінде дейді? Екі вектор өзара перпендикуляр. Өзара перпендикуляр болатын шартты жаңа мен көрсеткен болатын. Ол қалай болады? Екі вектордың скаляр көбейтіндісі нөлге тең болу керек. Скаляр көбейтіндіні табу формуласын тағы да көрсетем. Сабақтың басында формулада көрсеткен болатын не? N көбейту 1. Яғни x1-ді екі вектордың скаляр көбейтіндісі мынаған тең. x1, x2, y1, y2, z1, z2. Осы перпендикуляр болу үшін осы көбейтінді балалар нөлге тең болу керек. Міне. x1-ді 1-ге көбейтін 0. Минус 3 көбейту 2 қосылған 2 көбейту n тең нөлге. Осы обычный теңдеу шешім. Мына екеуі n болады, минус 6 қосу 2n тең 0. 3n тең минус 6 плюс 6 өтеді, сонда n тең 2 болады екен балалар. Міне осылай тез шыға салады екен. Так, осы а және б векторлары берілген болса, осыны табыңыз дейді. Жаңа айттым ғой, қосынды болса, мына формуланы қоясыздар. А-ның квадраты қосылған б-ның квадраты қосылған 2аб. Так, енді а-ның ұзындығын табайық. x1, y1, z1 ғой. Ал келіп қосамыз. 3-дің квадраты қосылған минус 1-дің квадраты қосылған 0. Түбір астында 10 болды. Бұны табамыз. Минус 2-ның квадраты қосылған 0 қосылған 1. 4-ке 1-ді қосамыз. Түбір астында 5 болды. Енді екеуін скаляр көбейтіндеміз. Мен бұны. Скаляр көбейтіндіні уже жаттаған шығарсыздар, жаңада бір көрсетіп жатырмын. 3-ті минус 2-ге көбейтесіз. Минус 6 минус 1-ді 0-ге көбейтесіз. 0 плюс. Так, 1-ді 0-ге өйтесіз, тағы 0. Сонда бұл жерде болады екен минус 6. Енді алып келесізді, мына жаққа кеп қоясыз. Тең. Түбір астында 10 деген 10 болып қалады. Квадратты алып кеткен кезде түбір жойылады. 5. Сосын минус 2 көбейту 6. Себебі мына жерде минус тұр. Хотя мына жерде плюс тұрса да, мына жақта минус тұрғанда минус болып кетеді. 3 болады екен. Міне ұзындығы 3-ге тең екен балалар. Енді ұпытыда берілген нақты мына есептерді көрсетейін. Қараңыздар. А векторы 2-ге тең болса дейді, ұзындығы b тең 5 болса дейді. Олардың арасындағы бұрыш берілген екен. Бізде 120 градус болса дейді, пи мен q векторлары перпендикуляр болсын дейді. Пи векторының өзін алай берілген, q-дігі 2a минус b дейді. Енді осы q мен пи векторы перпендикуляр болсын деген сөз, скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болсын дейді. Яғни мына екеуін көбейтіп 0-ге теңестір дейді. xa минус 13b, міне пи векторы деген сөз. Көбейтілген q векторын жазам. 2a минус b. Осы 0-ге тең болсын дейді. Көбейтіндісі. Енді xa-ны үлестіріп көбейтем ғой, біз жақшан үшін былай көбейтетін едік қой. Рас, бірінші мынаны көбейтіп алам, сосын былай көбейтем. Сосын жақшаны былай ашам. Так, 2xa көбейту a болса, бұл a векторының ұзындығы деген сөз квадратталады. Минус xa көбейту b. Олардың скаляр көбейтіндісі деген сөз. Минус 13-ті 2-ге көбейтем 26, a көбейту b скаляр көбейтіндісі. 2 бірдей вектор кездесіп қалса, минус пен минус плюсті береді. 13, қараңыз. b көбейту b ғой, бұл b векторының ұзындығын береді. Тең 0. Енді бізге мынау a және b векторларының ұзындықтары, міне, мына екеуі дайын беріліп қойған. Ал мына жақтағы именно скаляр көбейтінді жоқ. Скаляр көбейтіндіні анықтау формуласы бізде бұлай. А мен
b-ның скаляр көбейтіндісі олардың ұзындықтарының көбейтіндісін косинусқа арасындағы бұрыштың косинусына көбейтіндісі. Косинус бізде қараңыз, арасындағы бұрыш 120 градус. Косинус 120 деп жазам. Ал а векторының ұзындығы 2 болып тұр, көбейтілген б векторы 5 болып тұр, көбейтілген косинус 120 градус минус 2-ден 1. Осындай ені 2 қысқарып кетеді да, скаляр көбейтіндісі минус 5 болады. Мынаның орнына алып келіп, минус 5 деген санды қоям балалар. Минус 5, минус 5. Сонда 2х көбейтілген а векторының ұзындығы 2 болса, оның квадраты 4. 4 минус х көбейтілген минус 5 деп жазам. Минус пен минус плюсті береді. Сонда 5х. Так, 26 көбейтілген мынаның орнына минус 5-ті қойсам, 26-ны минус 5-ке көбейтем. Плюс 130 болады. Плюс 13-ті 5-дің квадраты 25-ке көбейтем. Так, 13-ті 20-ға көбейте алайын бірінші. 13-ті 20-ға өтем. 260, оған 65-ті қосам, 325. Тең 0 болады. Сосын мынаны шығарам. Так, мында 13х болады. Тең, өткен мына жер 8х, 8х-ға 5х қосам 13х, мына жерде минус 455 шықты. Х табасын болсам, минус 35 шығады. Бұл есептің жауабы минус 35 болады екен. Так, келесі есебімізді көрейік. Осы екі векторның арасындағы бұрыш таппайды. Онда формуласы қандай еді? Арасындағы бұрыш косинус фидкі. А және Б векторларының скаляр көбейтіндісін олардың ұзындықтарына қатынасына бөлдейді. А және Б векторларының скаляр көбейтіндісі деген еді x1-ді x2-ге, y1-ді y2-ге, z1-ді z2-ге көбейтіндісін қос деп тұр. x1-іміз бізге 0, көбейту 0, 0 болады. Минус 5-ті минус түбірасты 3-ке көбейтіп қосатын болсам, 5 түбірасты 3. Мына жақта тағы да 0. Демек, бұл 5 түбірасты 3 болды. Енді А векторының ұзындығы керек. Ол 0-дің квадраты қосылған минус 5-дің квадраты қосылған 0-дің квадраты. Бәрібір деп жан-жағы 0 болғандықтан бәрібір 5 шығады. 25, бұдан 5 шығады. Бұныкі уже дайын тұр. 0-дің квадраты қосылған минус түбірасты 3-дің квадраты қосылған минус 1-дің квадраты. Так, 0 қосылған 3 қосылған 1, ол бізде 2 шығады екен. Болды, ал кеп формулаға қоямыз. Бірінші, мына жақ бізде 5 түбірасты 3 болды. Бөлінген 5 көбейту 2. 5 пен 5 қысқарады, түбірасты 3 бөлу 2 болды. Косинус қанша градуста түбірасты 3 бөлу 2? 30 градуста. Міне, мына жауапты береді екен. Келесі есебіміз өте қызықты есеп. Осы есеппен аяқтасақ болады. А векторлар және Б векторларының скаляр көбейтіндісін тап дейді. А және Б векторларының скаляр көбейтіндісі координаталар жүйесінде только x, y қана берілген. Тең болады x1-ді x2-ге көбейтіндісіне, y1-дің y2-ге көбейтіндісі. Енді осы жердегі x1 дегеніміз не? x1 дегеніміз А нүктесінің координатасы. А нүктесі бізде қандай координатада тұр? X-ның жанында міне 5-те, ал y-та 2-де. 5-те 2. 5 деген бұл x1, 2 деген y1. Енді Б векторының координатасын табамыз. Міне Б векторының координатасы бізде минус 2-де 3. Минус 2 дегеніміз x1, 3 дегеніміз x2, мынау y2. Болды, әкеп мына жаққа қоямыз. x1-іміз 5, көбейтілген минус 2. Қосылған y1-іміз 2, көбейтілген y2-іміз 3. Так, сонда минус 10 қосылған 6 тең минус 4 болады екен. Бұл бізде міне А жауабын береді екен балалар. Міне балалар, мен сіздерге бүгін векторларға берілген бірнеше есептерді мысал ретінде көрсеттім. Бұл жерде бізде ешқандай курстың сабағы емес, бұл жай ғана тегін сабақ болғандықтан мен сіздерге бірден практикалық форматта өткіздім, бірден есеп шығару форматында өткіздім. Егер де сіздерге сабақ түсінікті болса, және қандай тақырыптарды тағы үйренгілеріңіз келеді, астында комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздерді өзімнің тағы да басқа сабақтарымда күтемін.